Қандай құбылыстар табиғатта да кездеседі екен. Бұл табиғаттың өзінің тылсым құбылыстары ма, әлде басқа нәрсе ме? Сәлем достар, бүгін мен сіздерге аспандағы тылсым құбылыстар жайлы айтамын. Таңда пайда болған түсініксіз сақина. Бұл видео 2 минутқа созылған. Сол уақыттың ішінде түсініксіз сақина бөлшектерге бөлініп, анықтығын жоғалтады. Бұндай сақина Англияда да пайда болған. Анасымен теннис ойнап жүрген қыз сақинаны байқап, бірден видеоға түсіріп алады. Бұл үстіндегі қала 2015 жылы 7 қазанда Қытайда пайда болған. Біреулер бұны мираж деп атайды, ал басқалар бұны көксәуле бағдарламасының жобасы арқылы халықтың реакциясын тексеру үшін жасаған деп есептейді. Бұның не екенін сол күйі ешкім таппаған. Осыған ұқсас, бірақ қала орнына адамдар тұрған кезде болған. Бұл түсіндегі бірнеше адам кескінделген құбылыс Нью-Йоркта пайда болған және мыңдаған адамның зәресін ұшырған. Бұл түсіндегі адамдар құдды жердегі адамдарға қарап тұрған секілді. Мысалы, біз құмырсқаларға қараған секілді. Кейбіреулер бұларды параллельді әлемнің көрінісі деп есептейді екен. Иерусалимде 2016 жылы 1 қазанда болған тылсым құбылыс көпшілік жұртты таңғалдырған. Түсініксіз дыбысты естіген тұрғындар аспаннан домалақ жарықты байқаған. Бұл құбылыс белгілі бір діннің рәсімі кезінде пайда болған. Ал мына кадрлар ақш-тағы Горизонт қаласында түсірілген. Бұндағы түсініксіз объект өзге ғаламшарлықтардың кемесіне қатты ұқсас. Мифологтардың айтуынша олар бұл жерге портал арқылы келген. Горизонт қаласында өзге ғаламшарлықтардың бірнеше базасы бар екен. Сондықтан бұны түсіріп алғаны олар үшін ғажап емес. 2009 жылдың 9 желтоқсанында Норвегия тұрғындары аспандағы ерекше көріністің куәсі болған. Түсініксіз спираль тәріздес құбылыс тау үстінде пайда болған. Бұны көрген адамдар метеорит деп есептеген, бірақ бұл ақпаратты бірден жоққа шығарған. Себебі жарық жақындап келе жатқан нәрсеге ұқсамайды. Дәл осындай құбылыс Мексикада да қайталанған. Бұл түсініксіз бұлт Калифорнияның көгінде пайда болған. Түсініксіз бұлттың тығыздығы жақсы сақталып тұрған. Біраздан соң жоғалып кеткен. Бұл тылсым бұлттардың қалай пайда болғаны дәлелденбеген, кейін бұны НЛО деп ойлаған. Бұл қорқынышты жарық Свердловскийде пайда болған. Басында аспанда жай ғана қызыл жарық жарқыраған. Синоптиктер бұл туралы пікір айта алмаған. Жергілікті тұрғындар бұны метеорит деп есептеген, бірақ жерге ешқандай метеорит құламаған. Метеорит болғанның өзінде де метеорит бұндай жарық шашпас еді. Это чё? Тише, я это снимаю. Это чё? Слушайте. Бұл үстіндегі бұл жарықтар 2015 жылы ақш-тағы Гринвуд қаласында түсірілген.
Бұны түсірген адамның айтуы бойынша велосипедте жүріп бара жатып кенеттен бұлт үстіндегі билеп тұрған жарықты көріп, бірден видеоға түсіріп алған. Бұндай жағдайлар көп кездескен, бірақ ешкім оның сырын аша алмаған. Қоршаған ортадан шыққан түсініксіз дыбыстар. Бұндай дыбыстар 2016 жылы көп кездескен. Әлемдік тілшілердің айтуы бойынша бүгінге осы сіздермен бірге болған мен Ефтифюрик Виквас каналын. Бұл өмірді тастамай, адамдарды әртүрлі істермен қорқытып жатады. Солардың бірі қуыршақтар. Кейбір қуыршақтар өздігінен қимылдаса, кейбіреулері түсініксіз дыбыс шығарып жатады. Сәлем достар, бүгін мен сіздерге видеоға түсіп қалған жын қаққан қуыршақтар жайлы айтамын. Анасы қызына әртүрлі сұрақтар қойып отырады. Сол кезде қыздың ар жағындағы қуыршаққа кенеттен жан кіріп, фильтрді ысырып жібереді. Осындай іспен өзінің не істей алатынын көрсеткісі келген. What's his name? Lovable. Sure his name isn't like Fred or Henry? Oh, it's so cute. Sure his name isn't like Fred or Henry? Oh, it's so... Ал мына видеода әкесі қыздың жаңа қуыршағымен видеоға түсіріп тұрады. Қыз қуыршақтың қолын ұстап отырғанда, кенеттен қуыршақ қызға қарау үшін басын бұрады. Сол кезде қыз қатты шошынады. Tô filmando. Caralho. Dori, a boneca tá se mexendo. Бұл видеоны 6 жасар қыз өзінің қуыршақтарын құрбысына көрсету үшін түсіріп жүреді. Кенеттен қыз байқамаған сәтте бір қуыршақ көзін жыпылықтатады. Бұл қыз осы үлкен ханшайымын көптен сатып алғысы келіп жүрген. Ақыры арманына жетіп, құрбысынан суретке түсінуін өтінген. Бірақ қыз қуыршақтың өзіне қарап тұрғанын көргенде қатты қорқып қалады. Көптен күткен арманы қазір қайда жатыр екен? Бұл видеода жігіт өзінің көрермендерімен стримде сөйлесіп отырады. Кенеттен артындағы қуыршақтың қолы зыбырлай бастайды. Қызық. Бұны көрген көрермендері бұл хабарды айтқанда жігіт қандай күйде болды екен? Circles and then just click following. That'd be awesome. It'll only take like a few seconds and that'll get me to 1000. Мына видеода кішкентай көңілді қыз өзінің Барби қуыршақтарымен ойнап отырады. Қуыршақтың бірі қыздың көз алдында басын бұрғанда, оның қуанышы қорқыныш пен үрейге толады. Sora, vem comer. Tá bom! Видеоны түсіріп жатқан жігіт бұл қуыршақты өзінің жертөлесінен тауып алған. Шамасы 90-шы жылдардың қуыршағы. Бұл қуыршақтың несі дұрыс емес дейсіз ғой? Бұл қуыршақ кішкентай бала секілді қимылдайды. Бұл жердегі жыбырлаған қолдары қорқынышты көрінеді. Шари есімді қыз өзінің қуыршақтар коллекциясын қорқынышты музыкасымен бірге бізге көрсетіп жүреді. Біраз қуыршақтардың арасында тығылып тұрған мына қуыршақ кадрға түсіп қалады, және оның тірі екенін көруге болады.
видеоның жазында ғаламторға жүктелген. Қарап отырып, 4 жасар баламен бірдей қуыршақтың иесінің қасында қалай қадам басқанын көруге болады. Бірақ басқа адамдар да оны жүргізгісі келгенде, ол еш қимылдамаған. Бәлкім қуыршақ өзінің иесінен басқа ешкімге сенбейтін шығар. Кейін бұл қуыршақтың механикалық құрылыстары жоқ па екен деп тексеріп қараған. Кім біледі, бәлкім бұл қуыршақты жатқан елес өзінің иесіне ғана сенетін шығар. Бұл видео ноутбуктың веб-камерасымен түсірілген. 3 жігіт елес шақыратын ойын ойнап отырған кезде артындағы жұмсақ аю жыбырлай бастайды. 1 минут өткен соң аюдың жыбырлаған тек бір бала байқайды. Кейін аю қайта жыбырлағанда 3 жігіт оны анық көреді. Аюдың жыбырлағанына қарағанда құтты күтіп тұрған секілді көрінеді. Бұл видеодан кейін әлі де қуыршақтарыңыздың болғанын қалайсыз ба? Бәлкім кейбіреулері көрермендерін жинау үшін әдейі жасалған видео шығар.